Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Достар, бүгін біз дәл осындай көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, сулы болып пісетін самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіріңіздер. Менің каналымда түрлі рецептер бар. Ең бірінші ет артқыштан етті өткізіп алып, оған ұсақтап бір пиязды қосамыз, тұз бұрышын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің самсамыз сулы болып пісу үшін бір кесе су қосып, тағы да араластырамыз. Тоңазытқышта сақтап қойған қатпарлы қамырымызды алып, осындай кішкене бөліктерге бөлеміз де жайып, оған салмасын салып, бүге отырып самса жасайтын боламыз. Келесі самса бұл өте тез дайындалады. Бүгіп отырмай-ақ қамырымызды жаямыз да, оның арасына салмасын салып, бір-біріне жабыстыра отырып, осылай тез дайындап жібереміз. Мінекей достар, самсаларымызды жасап болдық. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 35-40 минутта өте тез дайын болатын самсалар. Достар, менің каналымда түрлі қарапайым рецепттер бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Самсаның бетіне кунжут себеміз, мак сепсеңіздер де болады. Мінекей достар, біздің самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді, сулы болып пісті. Таңғы асқа да, түскі асқа да балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Осындай өте дәмді самсаларды дүкеннен сатып алмай-ақ өздеріңіз дайындап беріңіздер. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Сау болыңыздар.